Братан, мына баланы танимын ғой, мен ұйғыр боламын. Қазақтың қызын ұстап алып қарсаңшы. Біздің қазақтың қыздары негізі намыссыз болып бара жатыр ғой. Не мұны? Талтитып, мене киіп алған. Ұйғыр жігітпен. Болды ма, қиылды ма? Мә, 5 теңге 26 литр бензин құйған ба? Бензин де қымбат қазір, Мен түсінбеймін, братан, мұнай өзімізден шығып жатыр ғой. Қазақтың жерінің асы тола мұнай дейді да, бензин бағасы мынау удай. 5000 теңге болмайтын бензин құйдық. 20 литр деген нең болады қазір, ана арғы 100 километр жүрейін дейміз мен. Неге қымбаттата береді біздің Қазақстан, түсінбеймін ше. Ол 100 теңге қойса әдемі ол. Туған жер айналдым сенен. Мә, братан, қараңшы. Қазақтың жер керемет қой. Осыншама кең жерді ата-бабамыз бізге аманат етіп қалдырды ғой. Сосын бәрі сатылып жатыр дейді, Қытайға сатылып жатыр дейді. Ертең осы жердің бәрін сатып алып қойса Қытайымыз. Мынандай сұлу табиғаттан айырылып қалсақ, қалай ішің ашымайды айтыңызшы. Неғып тоқтадыңыз? Сағи бауырым, жатқан патрульсің. Тілмен біраз нәрсені ұрып тастадың. Қазақтың қызын айттың, қазақтың жерін айттың, және жанармайдың қымбаттығын айттың. Енді мына қолымдағы су. Қанша қалдың, соны айтшы маған? 400 теңге, 1 литр бензин 200 теңге тұрады. Мұнайды соншама айтып жырлап отырсың. Қолымдағы қара су, қазақтың қара суы 400 теңге тұрады. Соны қымбатсын бе алдың сен? Соның бағасына неге мән бермедің? Байығың келсе, қара суы сатты, байы бер. Ал қазақтың жерін айттың. Не, сенің атар малың бар мед? Жоқ әлде гектарлеп егіне кейін деппен? Жоқ әлде сенің 10 шақты бала-шағаң бар ма? Соларға қалдыратын. Сенің өзің 8 соттық жерің қанша уақыттан бері бос жатыр? Соны егер болса алдымен. Ал қазақтың қызына келетін болсақ, қайтсын енді қазақтың қызы? Сен сияқты жігіттер қос-қостан қатын аламаса, тіптен қос-қостан түгілі бір қатынды алмай жүр. Қазақта бекер айтпаған, бос жатқан жер және басы бос әйел тау шақырады деп. Сол үшін ол қызды тәрбиелеген келсе, басына орамал тақ, көйлек кигіз, сөйтті соның тәрбиелі болуына себепкер оны. Әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмаса, ол қыз қайдан түзелсін? Ойланып сөйлесейші балам.